Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі тақырыбым ұйқысыздыққа ұшыраған жандарға арналады. Яғни мұндай жандар не істейді? Ең бірінші интернет желісіне кіріп өз бетінен үй жағдайында емдік шаралармен айналысады. Бұл жағдайлар көмектеспеген жағдайда дәрігердің көмегіне жүгінетіндер бар, немесе дәрігерге уақыт таппай дәріханадан, яғни бізден, фармацевтерден көмек сұрайтындары да бар. Ал біз мұндай жағдайда көмектесуге әрдайым дайынбыз. Сол себепті алдарыңызда тұрған мелоксен дәрісін дәрігердің рецебінсіз босата аламыз. Яғни ұсынарабында өзімен бірге қалай қолдануға болатыны туралы нұсқаулық та бар. Бұл туралы мен сіздерге қысқаша ғана айтып өтейін. Мелоксеннің құрамында мелатонин, яғни 3 мг дозасы. Мелатонин дегеніміз эпифиздің негізгі гормоны, яғни ұйықтауға көмектесетін жақсы дәрілердің бірі деп айтсақ болады. Қалай қолданамыз және қандай жағдайда қолдануға болмайды? Мелоксенді ұйықтар алдында 30 немесе 40 минут бұрын бір таблеткадан немесе жартысын бөліп, мына жерде көрсетілгенде бөлінетін жері бар, жарты таблеткасын қолдансаңыз да болады, немесе бүкіл бір таблеткасын толық қолдансаңыз да болады. Бұл дәріні ішіп болғаннан кейін сіз міндетті түрде ұйқыға дайындалуыңыз қажет. Яғни сізде ой болмау қажет, менде ұйқым қашан келеді екен деген. Яғни өзіңізден ұялы телефонды, теледидарды алысырақ қойып, өшіріп, ең бастысы жарықты сөндірген кезде осы мелоксеннің жақсы әсер етуі мүмкін. Қандай жағдайда қолдануға болмайды? Бұл мелоксенді бүйрегінің созылмалы жеткіліксіздігі бар науқастарда, лейкоз, эпилепсия және бірінші типтік қант диабеті, яғни сахарный диабет кезінде, жүкті және лактация кезінде, 18 жасқа толмаған балаларға қолдануға болмайды. Тағы да қайталап өтейін, егер де сізді ұйқысыздық мазаласа, түнгі ұйқыңыз бұзылған жағдайда кез келген дәріханадан дәрігердің рецебінсіз мелоксен дәрісін ала аласыз. Егер де бұл ақпарат сізге пайдалы әрі қызықты болса, лайк батырмасын басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.